Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, эфирде прокурор сағаты хабары, оның тізгіншісімен Арайлым Кенжебек. Бүгін біздің студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қызылорда қаласы прокуратурасының бөлім бастығы Сәкен Мұхиддин Сәкенұлы. Мұхиддин Сәкенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сізге сұхбатымызды бастамас бұрын өткен жылдағы қылмыстық ахуалға тоқталып өтсеңіз. Бүгінде жергілікті құқық қорғау органдарымен және атқарушы органдардың жұмысын оңтайлы үйлестіру нәтижесінде аймақтағы криминогенді ахуал тұрақты. Жалпы қылмыстылық 3%-ға төмендеген. Оның ішінде ұрлық 51%-ға, аса ауыр қылмыстар 21%-ға, зорлау 17%, бұзақылық 31%, тонау 42%-ға азайған. Жалпы айтқанда жекелеген адамдарға қатысты қылмыстар төмендеген. Бүгінгі күні құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында профилактикалық жұмыстарды үйлестіру басты назарда. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, біраз қылмыс кейбір тұста азайғаны әрине қуантады, бірақ өсім алған бағыты қынжылтады. Осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Кісі өлтіру қылмыстары бойынша, мысалға, Абай атамыз айтқандай, жұмыс жоқтық, көлік тоқтық, аздырар адам баласын демекші, осы қала көлемінде орын алған кісі өлтіру фактісімен тіркелген қылмыстар 8 болса, оның 8-інде жасалған тұлғалар жұмыссыз тұлғалармен жасалған. Яғни жұмыссыздықтың салдарынан ішкілікке салынған отбасылық ахуалдың тұрақты болмауы, соның салдарынан осындай аса ауыр санатта қылмыстарға ұласқан. Біз оларды тәуекел тобына енгізіп, әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесіп, оларға жұмыстар ұсынғанмен, ұсынылған жұмысты жасағысы келмей, оған отбасы мүшелері де жұмыстануына құлықсыз. Осы жұмыссыздықтың арты қол бос адамның ішкілікке әуестенуі, соңғының өз отбасы тұрмыстық жағдайымен адам өлтіруіне алып келіп соқтыруы. Біздің қала көлемінде орын алған кісі өлтіру деректері жалпы ұлтаралық қақтығыс салдарынан немесе тапсырыс арқылы кісі өлтіру дерегімен тіркелген қылмыстар жоқ. Бізде орын алған бұл аса ауыр санатта кісі өлтіру қылмыстары тек отбасылық тұрмыстық жағдайдағы түсінбеушілік, жақын таныстар арасындағы ішкіліктің салдарынан болып жатқан жанжалдан орын алған жағдаяттар, одан бөлек кәмелетке толмағандар арасында орын алған қылмыстық бұзушылықтар, ол ата-анасының тікелей қараусыз қалуынан, салғырттығынан, яғни ол дегеніміз өз тәрбиесіндегі баласының үйден тыс мектеп уақытында, одан бөлек уақыттарда кіммен араласуы, жүрген ортасы, сөйлесуі, немен айналысуы, мүлдем бақылаусыз қалу, мардымсыз немесе мардымсыз жүргізу, соның салдарынан кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстық бұзушылықтар белең алып отыр қазір. Бізде бар ма кәмелетке толмағандар арасында бір-бірін кісі өлтіру деректері анықталған ба? Кәмелетке толмағандар арасында кісі өлтіру деректері орын алған жағдаяттар бар. Одан бөлек кәмелетке толмағандармен қатысты бізде жыныстық тиіспеушілікке қатысты да қылмыстық құқықбұзушылықтар орын алған. Бұл жыныстық тиіспеушілікке қатысты қылмыстар бұл осы жасөспірім қыздарымыздың медициналық тұрғыда немесе құқықтық сауаттылығының аздығы, немесе тиісінше мүлде болмауы салдарынан оның алдағы уақытта құқықтық салдары, өмірлік зардабын жетік түсінбеуінің кесірінен қылмыстар орын алып жатыр. Ал осы сіз айтқан бағытта қандай жұмыстар жүріп жатыр алдын алу бағытында? Жасөспірімдермен? Жаңа айтып өттіңіз ғой, қыздар арасында құқықтық сауаттылықтың болмауы деген сияқты негіздер болып жатыр деп. Бізде жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстарға қарсы жауапты қызметкерлер бекітілген, бөлім прокурорлары. Одан бөлек кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылығын алдын алу аясында облыс прокурорының бастамасымен акция өтті, жыл басында. Одан бөлек қала прокурорының бастамасымен қауіпсіз қала жобасында бірнеше тармақтар көрсетілген, оның ішінде осы кәмелетке толмағандар мен құқық бұзушылықтың алдын алу бөліктері көрсетілген. Соған сәйкес осы қала көлеміндегі шамамен 60 мектеп болса, сол 60 мектепке бізден жауапты қызметкерлер жауапты ретінде бекітіліп, сол мектеп оқушыларымен жеке өзі сөйлесулер жүргізеді, сұхбат жүргізеді. Сол мектепте орын алған құқық бұзушылықтың алдын алу жолын кесу бағытында құқық бұзушыға бейім оқушыларды есепке тіркейді. Жеке пікірін жасырын түрде айтқысы келетін оқушыларды да жеке тыңдауға дайын. Біз осындай жоба аясында профилактикалық басты назарға алып жатырмыз. Түсінікті. Ал қазір жасыратыны жоқ, өзіңіз білесіз, қоғамның арасында алаяқтар
белең алуда. Күн сайын алаяқтардан зардап шегетіндер де жоқ емес. Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Бүгінгі күні аталған қылмыстық құқық бұзушылық түрі қала көлемінде 540-тан 825-ке өсім алған. Алаяқтық үшін 2025 жылы 170 адам сотталып, оның ішінде 143-не бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Ағымдағы жыл тіркелген 825 қылмыстық істің интернет алаяқтық қылмысы 362 болып айқындалып отыр. Басым түрлері бұл алаяқтықтардың өзінің банк қызметкері ретінде таныстырып, белгісіз адам есепшоттан қаражат алғысы келетіні немесе несие рәсімдеп жатқандығы ескерту мақсатында жәбірленушіні адастырып, осылай жалған айтып, азаматтардың жеке мәліметтеріне қол жеткізу арқылы олардың есепшотында барлық мүліктерін, яғни ақша қаражаттарын алаяқтық жолымен иемденіп жатыр. Оған қоса онлайн несие рәсімдеу үшін азаматтардың интернет арқылы жеке мәліметтерін, яғни аты жөнін, ЖСН, банк картасының деректемелерін ұсыну арқылы несие алу жағдайлары жиіленген. Алаяқтар осы жағдайларды пайдаланып, интернет кеңістігінде жалған қызметтер ұсынып, белсенді әрекеттер етуде қазір. Күнделікті күйген тіршілікте орын алып жатырған жағдайда, сондықтан мұқият болуға шақырамын және ескертемін. Кезектен тыс мынандай да жағдайлар бар, кезектен тыс жер телімін алып беремін, жүргізуші куәлігін алып беремін. Көп жағдайда қайтарымсыз несие рәсімдеп, оны сіз атыңызға шығарып беремін деген желеу өтіп, осы үшін өзін құзырлы органдарда немесе тиісті мекемелерде таныстарым бар деп жалған жеткізу арқылы адамдардың жеке деректемелеріне қол жеткізу арқылы олардың атынан несиелер рәсімделіп жатады, таныстарының есепшотына қомақты көлемде ақша қаражаттарын аударып алып жатады. Осылайда сан соқтырып кететін жағдайлар бар. Айта кетейін, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті берілген адамға пара берген үшін қылмыстық кодексінің 367 бабымен де қылмыстық жауапкершілік көзделген. Яғни жаңағы менің таныстарым бар, мемлекеттік мекемеде ағам немесе әпкем бар, сол арқылы осы мәселелер шешілетін желеу еткен жағдайда, егер ол шынымен мемлекеттік лауазым қызметкерге берген ақша жеткен қылмыстық саясында дәлелденсе, оның өзіне де қылмыстық жауапкершілік көзделген ескертемін. Бұндай жағдайлардан аулақ болуға шақырамын. Көбінесе бізде белең алып жатқан интернет алаяқтық бойынша ғой. Негізі сол алаяқ адамдар біздің Қазақстанда ма, көбінесе басқа шетелден алдап арбап отырады ма? Ондай деректер бар ма? Көбінесе бізге хабарласатындар телефонға басқа ұлт өкілдері мысалы. Осы интернет алаяқтық қылмыстары арасында тағы бір белең алатын жағдай, ол интернет дүкендері арқылы тапсырыс беру, интернет дүкендері арқылы кейбір заттарды жөнелтім жасау. Осы уақытта өзін сол мекеме қызметкері ретінде таныстырып, хабарласып, мысалға Қазпоштаның қызметкері ретінде таныстырып, интернетта жаңағы доставка жеткізілу, жөнелту қызметі жөнінде таныстырып, сізге қажетті зат, немесе сыйақымыз осындай мекенжайға келіп тұр, сіз оны алу үшін бізге осындай құпия кодты айтыңыз деген сияқты желеулерді айтады. Сол кезде мен тұрғындарды шақырам, сол сізге байланысып тұрған интернет дүкенін немесе сізге жөнелтім жасап тұрған сыйақы берген мекемені өз таныстар арқылы толық көзбе-көз барып бетпе-бет көз жеткізу, яғни оның алаяқ емес, шын өмірде адам екендігіне. Осындай интернет кеңістігі арқылы қолданылған интернет алаяқтарда біз көбінесе кей жағдайлар болады, орын алып жатыр. Біздің тұрғындарымыздың ақша қаражаты электронды қаражатқа ауыстырылып, шетел шоттарына да кеткен мәліметтер бар. Ал осы алаяқтарға тап болған жағдайда қайда, кімге хабарласса болады тұрғындар, және алаяқтың алдын алу бағытында сіздер қандай жұмыс жасап жатсыздар? Алаяқтықтың алдын алу бағытында біз қазір осы құқық қорғау органдарымен кибер полициясы құрылып, ол өз жұмысын осы кезде жүргізіп жатыр. Олармен біз қала көлеміндегі ақша шешу орындары, яғни банкоматтарға түсіндірме брошюраларын жабыстырғанбыз. Яғни соны банкоматты қолдануға келген адам көріп, сәл болсын алдын алып көз жеткізсе, одан бөлек осы кибер-волонтер, қала көлемінде кибер-волонтер жобасы аясында бірқатар жұмыстар атқарылды. Қоғамдық орындарда ашық акция аясында халықтарға түсіндірме жұмыс жасадық.
қала көлеміндегі мекемелерге мейлінше аралап, жеке сұхбаттасып, түсіндіріп, таныс емес, бейтаныс адамға жеке деректерін айтуы соңғы осындай салдарға жеткізетіні туралы біз толық түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, олар жөнінде біз әлеуметтік желіге жариялаған болатынбыз. Түсінікті. Қазір жалпы қазіргі әлемде есірткі түрлері белең алуда. Олардың біздің қаламызда таралу жағдайын айтып өтіңізші. Деңгейі қалай? Жалпы қаламызда есірткі қылмыстары 4%-ға төмендеген, 137-тен 131-ге тіркелген істердің 5-еуі есірткі заттарын жарнамалау, 19-ы сату бойынша, қалған 107-сі егу және пайдалану дерегіне қатысты тіркелген. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі синтетикалық есірткінің байланыссыз таралуы, яғни интернетте кеңінен қойылғаны арқылы. Осы ретте барлық қылмыстық қудалау органдары, әсіресе полиция бұл уақытта жұмыстарды қатаң бақылауда ұстауда. Өткен жылы синтетикалық заттардың таралу 2 дерегі анықталса, ағымдағы жылы 8 дерегі анықталып құрықталды. Мысал ретінде айта керек, қала тұрғыны ірі мөлшерде синтетикалық есірткі затын тасымалдау арқылы жалдамалы пәтерде сақтап жүргені анықталып, бұл бойынша қылмыстық кодекстің 297 бабының 3 бөлігімен қылмыстық іс тіркеліп, күдікті тұлға сот үкімімен 8 жылға бас бостандығынан айырылған. Енді біз бұл істің бүге-шүгесін егжей-тегжейлі ашық айта алмаймын. Жалпы мәлімет осындай. Оған қоса айта кететін мәлімет, жалпы ағымдағы жылы 302 граммнан астам есірткі зат алынған, оның 800 граммы синтетика екендігі айқындалған. Жаңа синтетикалық есірткілердің интернет арқылы таратылуы жиілегенін де атап өттіңіз. Осындай қылмыстарды анықтау мен кесу жолында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алдын алуда жалпы. Бізге қорғау органдары және прокуратура саласында жауапты қызметкерлермен осы интернет желісінде күнделікті сүзгіден өткізіліп, тексеріледі. Күмән келтірілген есепшоттар дереу бұғаттау үшін, тергеу сотына санкциялау үшін жолданады. Күмән келтірілмей қылмыс белгісі анықталмаса, ары қарай ол бойынша азат қойылады. Жалпы есірткі қылмысының басым бөлігі жастар арасында да жиі кездесетін, ол жасырын емес бәрімізге. Осы орайда жастар мен жасөспірімдер арасында алдын алуда түсіндірме жұмыстар жүргізіліп отырады ма? Дәл солай, міндетті түрде. Қазір таңда біздің басым бөлігіміз профилактика, оның ішінде жаңа айтқанымдай облыс прокурорының бастамасымен осы білім жылының бастапқы айында кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу жөнінде акциясы өткізіліп, әр мектепке тиісті жауапты қызметкер бекітіліп, оның жұмыс жүру бағытын бізбен басшылармен қатаң бақылауға алып, оқушылармен жауапты қызметкердің кездесуі, ол жерде тиянақты оқушылармен сөйлесуі, қылмыстық есірткі қылмыстарына бару, есірткіні пайдаланудың соңғы құқықтық салдарын, оның өмірінің соңына дейінгі зиянның болатындығы, денсаулығына зиян келтіретіндігі туралы бізбен егжейлі-тегжейлі жетік түсіндіріліп, жұмыстар жүргізілуде оқушылармен. Құқық қорғау органдарымен бірге қоғамда, тұрғындарда бұл бағытта белсенді болуы тиіс деп ойлаймыз. Тұрғындар есірткі немесе алаяқтық фактілерін байқаса, қайда хабарласса болады? Енді ең біріншіден кез келген құқық бұзушылықты байқаған сәтте ол 102 арнасына арқылы хабарлауға немесе көмек сұрауға құқылы. Одан бөлек жариялауға жатпайтын құпия мәліметтер болған болса, оны кез келген осы құқық қорғау органдары, прокуратура органдары, құзырлы органдардың өздерінің құпия сенім телефондары бар. Енді оны дәл қазір мен барлығын айтқанда Сенім телефондары дейікші, құпия емес, сенім телефондар. Бірақ адам хабарласқан кезде ол адамның есімі құпия болатын. Солай ғой. Енді ол айтылатын мәліметке қарай ғой. Хабарлаушы адамның мәліметіне сәйкес. Жалпы прокуратураның негізгі өзінің сенім телефоны бар ғой. Міндетті түрде кезекші прокурордың қолында жүреді сенім телефоны. Тәуліктің кез келген уақытында байланысып, құқықтық көмек алуға болады. Жақсы. Соңғы сұрағым, жыл соңына дейін қала прокуратурасының негізгі басым бағыттары қандай болмақ? Жалпы алдағы уақытта қандай міндеттерге басымдық бермексіздер? Жалпы біріншіден бұл азаматтардың конституциялық
құқықтарының бұзылмауы, азаматтардың құқықтың теңдігі, одан бөлек осы қоғамдағы кез келген құқық бұзушылық, оның ішінде жасөспірімдер мен кәмелетке толмағандармен орын алатын құқық бұзушылықты алдын алу, жолын кесу және оған тосқауыл болу бағытында профилактикалық шараларды күшейту, жасөспірімдер арасындағы суицид, өз-өзіне қол жұмсау деректерін орын алдырмау бағытында ерекше басты назарға алу. Сонымен қатар бізге шағым айтып келген, немесе осыған дейін шағыммен тіркелген азаматтардың арыз негізінде тіркелген қылмыстық істердің сапалы тергеп-тексеру жүргізіліп, сотқа жолдану сатысын қатаң бақылауда ұстау. Басты назарымыз азаматтардың конституциялық құқықтарының шектелмеуі, тапталмауын қатаң бақылауға алу. Жақсы, рахмет. Уақытыңызды бөліп, мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Қаламыздағы құқықтық тәртіптің нығаю жолындағы еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен прокурор сағаты хабар тәмам. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.